Ассаламу алейкум, рахматулла баракату. Сіздермен әңгімеде көн құратын Нұрқан Солтанбайұлы Сәменбет. Тұран даласы Түркістан аймағы Шымкент шаһарынан. Бүгін тамыздың 3-ші жұлдызы, 2019 жыл. Менің байланыс телефондарым 8702 319 04 61. Жебеудің желісінде байланған кімдер? Лекцияның тақырыбы. Жебеу Қазақстан тәуелсіздік ала салысымен Қытай үкіметі жағынан құрылған, Қытай жағынан заңдастырылған, Қазақстаннан кеп тағы да заңдастырылған Қытай диаспорасының ұйымы. Мақсаттары Қытай билігінің шашбауын көтеру, Қытайдың әлемді жаулау идеясын Қазақстан арқылы іске асыру, Қазақстан сияқты жас мемлекеттің бұғанасы бекімеген, қабырғасы қатпаған жас мемлекетті жөргөгінде тұншықтыру. Өздерінің білім саласы арқылы, экономикалық сала арқылы, саяси сала арқылы, барлық салалар арқылы Қазақстан билігін өзіне қарату. Яғни бір тал оқ шығармай, бір тамшы қан төкпей, Қазақстандағы үлкен бай мемлекетті жаулап алу. Ол туралы белгілі журналист Тоқтар Жақаш бірнеше мақала жазды. Жазылған 4-5 мақалаға бірде-бір жауап берілген жоқ. Оның тағы бір үлкен мысалы жуықтағы Салтанат Құсман қызының оқиғасы. Сонда жиналысқа қатысқан атажұрттың бір азамат айтады, олардың мініп келген мәшинелері ай шіркін. Тайлақ түйедей, нар түйедей үлкен, биік автокөліктер дейді. Мен ол кісіге айттым, сіз оған таңғалмаңыз, ол автокөліктер, олар өздерінің сол қытайшылдар тапқан табысына табан ет маңдай теріне мінген көліктер емес ол. Ол Қытай билігінің содарға беріп отырған көліктері, сыйлықтары. Сол арқылы қазақтың қолымен қазақ қоғамын тұншықтырмақ. Міне Салтанат Құсман қызы 8 жылға судьяның ешқандай дәлелдеуінсіз сотталып кетті. Енді оның ісін Айман Омарова халықаралық депутат, халықаралық адвокат ақтаушы деп айтуымызға болады. Сол Айман ханымның қолына өтті. Ол енді яғни Салтанат Құсман қызының ісі қайта қаралады. Оның бір белгісі, бағанада бір лекциямызда айттық, тағы да сол Тоқтар Жақаштың жазған Салтанат Құсман қызының оқиғасы диалогы теңірегінде ізденісті журналистік сараптамасынан кейін Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы бюроның сосын Алматы қалалық заң орны қаржы полициясы ма? Яғни осы 3 орынның адамының сараптамалық тексеру 3 бірдей мекеменің әйгілі. Алматы қаласы полиция департаментінің экономикалық бөлімі. Осы 3 бөлімнің қатар бір нәрсеге келуі. Енді 3 үлкен мекеме Қазақстандағы айтулы адам құқығын қорғайтын экономикалық қылмыстық істерді тексеретін үлкен орын. Бұл орындардан кейін
ешқандай нәрсені жасырып жабуға шамасы келмейді деп хабарлады Тоқтар Жақаш. Илайым бауырымыздың қажымай, талмай Салтанат Құсман қызын ақтау жөніндегі журналистикалық сараптамасы өз ойлағандай сәтті болса деген тілектеміз. Ал енді сол жебеу немен жебеу болып тұр? Ол жебеудің төңірегінде кімдер бар? Оның қатерлі үштік деп біз ертеден айтып кеткен Дүкен Мәсімхан бастатқан білім саласындағы үлкен оқымысты, оның тілмен айтқанда дайын тұрған төте жазудағы сөздікті кирилл әрпін өзгерткіш, Қытай танушы, Қытайдағы 3 миллион қазаққа Қазақстан транзит қып басқа елдерге шықты деп жала жапқыш, оны Қазақстанның ішкі істер департаменті, ішкі істер министрлігі бірде-бір қазақтың, Қытай қазағының Қазақстан арқылы шетелге шықпағандығын дәлелдеді. Оған не деп жауап береді? Тағы да Дүкен Мәсімханның ойдан ойыстырылған нәрселері көп. Оны ғана ол тоқталатын шығармыз алдағы уақытта. Сосын Рахымаев мырза. Міне осының төңірегінде кімдер бар? Бұлардың төңірегінде Қытайдан келген біраз зиялы қауым бар. Бұлардың төңірегінде үлкен Қазақстанда жаңағы тайлақ түйедей жіптерге мініп жүрген, бірде теңізбен, бірде аспанмен, бірде жермен жүрген, жүйткіп жүрген қазақтың ірі кәсіпкерлері бар, байлары бар. Олар тіпті анау президент әкімшілігіне дейін Қазақстан биліктері өксілер таниды. Соларға дейін танымал. Ақша деген жарықтықтың істетпейсін жоқ қой. Міне солардың бәрін байлап матап, соларға үлкен қаржылық демеушілік жасап, былай қарағанда өзінің кәсіпкерлігін дөңгелендіріп атқан, сырттан қарағанда бір кәсіпкер адамдар анда-санда іс-шара жасап қояды. Іс-шаралар бірнеше кітаптарын шығарып қояды жазушылардың. Онымен қоймай, жергілікті биліктегі мүйізі қарағайдай қаламгерлерді өзіне тарта білген. Әрине көп емес, біразын. Алдын Қытайдың жұмсақ кішілері Қытайда кітабын шығарып, кештерін оздырды. Бұда міне әлеуметтік желіде жүр, мен ойдан құрастырып отырғаным жоқ. Ол айтқан сөзімнің ертең жауабы бар ғой. Сол жаңағы Омарады мырзаның сөзімен айтқанда заң алдында жауап береміз. Олар да заң алдында жауап беретін кезі келді. Біріншіден, Қытай қоғамы ыдырау алдында Қытай билігі төңкеріліп 180 градус кері бұрылу алдында тұр. Оны жаңа Қытай билігі батқан күн деген лекциямызда айттық. Екіншісі, мына жебеуліктердің сөзімен айтқанда, бұлар да енді жапқан жаласына Серікжан Білашқа, Атар жұрттың төңірегіндегі жігіттерге жала жауған үшін барлығына жауап беретін уақыт кеп қалды. Қазақстан билігі, Қазақстанның заң орындары Серікжан егер солақайлық жасаса, Астанада да қылмыстық іс қозғап, оны бәленбай жылға соттап жіберуіне болатын еді. Өйткені оның өзі заң бұзушылық болғаннан кейін Алматы қаласында әкелмекші өз үйіне. Ал өз үйіне келгеннен кейін әлемдік қауымдастық бар. Қазақстанда үлкен зиялы қауымдар бар. Халық бар. Аққа Құдай жақ дейді. Серікжан бауырымыз ақталып, халқына жалғасты қызмет ете бастайды. Ал осы кездерде Қытайшылдар өздері қазған орға өздері түседі. Әр қайсысын бірден қуалап жүріп, Қазақстан билігі оларды өз орнына қояды. Шыбын жандарын шырылдатып тұрып сұраққа алады. Бұл шындық. Олар қазақ билігін барлығын сатып аламыз дейді, о сатып ала алмады. Сатып ала алмайды да. Оның бір топ ішіндегі бір топ кейбіреулері нәпсіге ергендер ілескен шығар. Қытайдың жаңғырығы болған шығар. Қытайдың қолшоқпары болып, Қытай билігінің үнін Қазақстан билігі арқылы естіртпек шығар әлемге. Бірақ оған жете алмайды. Ондай болуы да заңдылық. Бір топ адамның Қытай билігінің ақшасына алдануы, Серікжанға жала жабуы, оны Алматыдан Астанаға дейін жаңа тікұшақпен алып кетуі, оны 4 айға дейін қамауы әне Қытай билігінің жаңағы ұзақ уақытты Қытайдың диаспорасының өзінің жұмысының нәтижесі деп айтуға болады. Бірақ ол
қазаққа қастандық жасаған нәтиже. Соның нәтижесі қазір Қазақстанда кім ұлтшыл болса, кім елін, жерін, халқын, қазақты сүйдесе, олар кейбір қолында құқығы бар бір топ адамдар жағынан жазаланып отырады. Бір топ биліктің кейбір бір топ адамдар жағынан. Өйткені біз халыққа билікке топырақ шашудан аулақпыз. Биліктің бишігі оңай емес. Қытайлықтардың арқасына тиген кезде әлі алты таспа бұзау түс, бұлжырам аяқтан түс дегендегі батырлардың қамшысы ұқсап ос құлағанда шыбын жандарын қоярға жер таба алмайды. Сол кезде қазақ мемлекетін тұншықтыруға қазақтың Серікжан сияқты әлем таныған азаматына жала жапқандарына бармақтарын шайнайды. Қытайдың осындай үлкен жебеу сияқтардың желісіне байланғанына өкінеді. Жебеудің желісінде тағы да зейнеткерлікке шыққан Қытайдағы кейбір қаламгерлер бар. Жоғары дәрежелі пенсия алатын Қытайдан үлкен атақ алған жазушылар бар. Ағартушылар бар. Әр саланың тіректі мамандары бар. Біз осыған дейін көп адамдар Қытай билігін бір шадандық негіздеп айтып келдік. Оның айтылуында бір себептері болды, біз қатерлі түштік деп. Өйткені Серікжан Білаш ұсталғаннан кейін бұлар айғұлақтанып, талдырған сияқты әр жердегі жай ата жұртты қолдаған жай адамдардың өзіне енді кезек сендердік, сендер сотталасыңдар. Көздеріңді ашып қараңдар деп үлкен үміт дүниесін үрейге айландырып жібергендері бар. Солар бізге енді қайда барамыз деп зар жылап көздерінің жасын көлдеткен жағдайлар бар. Сол себептен де жай халықты біз үрейлендірмейік дедік. Қытай диаспорасының өкілі жебе ұйымы өте мұздай қаруланған, ақшамен де, басқамен де, Қазақстан билігінің бір тобының алдынан, бір топ, Житуан деуші еді ғой, жаңағы бір топ. Соның жүрегінен орын алған адамдар бұлар. Сондықтан кей жағдайда біздің биліктің солақай кейбір адамдары ұлтшыл мәселеден көрі Қытай билігінің сойылын соғып кету, оның нөл болып тұрған нәрсесін бәлемпай есеге көтеріп кетуі, қара дүниені ақ деп кетуі, ақ дүниені қара деп кетуі, ол қиын емес. Оның мысалы Қытайдың контрабанда үлкен ақша тығып, соны салтанат Құсманға сақтатып қойған оқиғасы. 300-400 бәлемпай миллион доллар ақшаны салтанат Құсман қызына неге береді? Банкі бар емес пе? Сейіптер бар емес пе? Соған сақталмай ма? Банкіге барса, Қазақстанға салық төлеу керек. О салыққа бәлемпай миллион ақша кетеді. Соны үнемдеп қалу керек, оны жазушыларға беру керек. Алаяқ Қытайдан келген оралмандарға беру керек, бірнеше үй алған. Ана әкімді алдап, мына әкімді алдап, ана министрлікті алдап алған, артынан үй алған залымдарға беру керек. Үлестіру керек. Міне Қытайдың диаспоралық ұйымы жебеудің желісінде барлығы бар. Оны тек бірінші Алла Тағала, екінші Қазақстанның әділ билігі жеңеді деп ойлайын. Сосын Құдай қуат берсін, Тоқтар Жақаш сияқты бауырларымыздың, Айман Омарова сияқты білікті әлемге танылған адвокаттардың арқасында және биліктің әділдігінің арқасында жебеудің желісі де қиылып, ондағы байланғандар азат болатын шығар тырнақшаның ішінде. Жебеудің желісінде кімдер бар? Хабарлай жүріңіздер ағайын. Оның біразын сырында, жырында толық білеміз. Барлық фактілер қолымызда. Оның тағы да бір мысалын айтайын. Тоқтар Жақаштың жазған бірнеше мақаласына Омаралыдай жазғыш зиялы, өте әккі, данышпан, мықты адам бір ауыз сөзбен әлі жауап бере алған жоқ. Өзін ақтай алған жоқ. Біз онда үйім емеспіз деп. Міне соның мысалы. Қазақстан билігі де міне Тоқтар Жақаш бауырымыздың сараптамалық мақаласынан кейін Асай компаниясының жаңағы бірнеше фирмаларының экономикалық жағдайын майшаммен қарайтын болды. Жебеудің желісі де қиылу алыс емес. Өйткені Қытай билігі батып баратқан күн, ал
Қытай билігі батқан күндей қараңғы түнекке айланған кезде, айланар алдында, Қытай билігі қара түнекке айланардың алдында, жебеудің желісі өз-өзінен бырт етіп үзіле бастайды. Алаш баласы, үмітіңді үрейге айландырма. Сенің жаныңды жебеу ала алмайды. Сенің малыңды жебеу талап ала алмайды. Бәріміздің басымыз, бәріміздің жасымыз, бәріміздің қанымыз, барлығымыздың жанымыз бір Алла Тағаланың хұзырында. Алла жар болсын Алталаштың баласына. Биліктің биігіндегі ағайындар, шындыққа көздеріңіз жетіп, әділдіктің, ақиқаттың ақ туын асқақтатады деген өр сенімдеміз. Құрметпен Нұрхан Солтанбайұлы Сәменбет, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын, журналист Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері. Бүгін тамыздың 3-ші жұлдызы 2019 жыл. Тұран даласы Түркістан аймағы Шымкент шаһарынан.